Қайырлы күн, құрметті көрермен. Парақта жазылған Artificial Intelligence, яғни орысша аудармасында искусственный интеллект, адамдар арасында жіті талқылау үстінде. Өйткені қоғамдағы мейлінше бар саланы реттеуді осы жасанды интеллектке тапсырмақ. Қызығы әлі алда. Ауа, жер, су көліктерін, өндірістің барлық түрін осы жасанды интеллектке басқартпақшы. Дегенмен бұған қарсылары да бар. Себебі бұл интеллект өзін жеткілікті дамытып алып, адамның дамуын шектеп қояды деген қаупі. Бірақ аталмыш искусственный интеллект бұрыннан бар. Жаратылыс басталғанға дейін болған. Міне Artificial Intelligence сөздерінің бас әріптерін қосып жазсақ, латынша үлкен А және кіші Л болып тұр. Солдан оңға оқығанда ал, оңнан солға ла. Біріктіріп оқысаң ал, ла. Айнаны ал сөзінің соңына қойғанда, міне, симуляцияның барлық жерінде Алланың бар екені көрінеді. Искусственный интеллекттің бас әріптерін біріктіріп екі жағынан оқысаң да и. Сонымен Artificial Intelligence-тің дамығаны соншалық жоқты бар, барды жоқ қыла алады. Сонда сұрақ: саған Алла қауіпті ме?